Третья П. Сапай. Sabah что-то тез Третья П. кеш басыла кетті ғой апай. Қайырлы кеш оқушылар, қалдарыңыз қалай? Так, сабаққа дайынбыз ба? Даусым естіліп тұр ма менің жақсы? Я апай. Сәлеметсіз бе апай? Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз апай, даусыңыз естіліп тұр. Окей. Ендеше бүгінгі тақырыпты жазайық. Аналитикалық геометрия. Так, біз аналитикалық геометрияны екі бөлікке бөліп қарастырамыз. Бүгін біз соның бірінші партын өтетін боламыз. Бірінші бөлімін. Қазір демонстрация жасай салайын. Аналитикалық геометрия. Қазір қосайын, сонымен бастаймыз. Вектор тақырыбы түсінікті болды ма? Оқушылар үй жұмыстары шықты ма сіздерде? Онда. Нәтижесінде сіздер дайынсыздар деп ойлаймын, мынау аналитикалық геометрия, себебі бұл бізде основном 10-шы, 11-ші сыныптардың тақырыптарын бүтіндейді. Бұл бізде универде де өтесіздер, қазір айтылатын мәліметтер универде өте көп қажет болады. Сол үшін басынан бастап жақсылап тыңдап алыңыздар, қараңыздар. Ең біріншіден біз базовый нәрседен бастайық. Ол бізде бүгін өте көп информация айтылады, сол үшін жақсылап тұрып жазып отырыңыздар. Ең біріншіден айтылатын информация ол екі нүкте арасындағы ара қашықтық. Мысалға бізде ұбт-да мынандай нәрселер сұрайды. А нүктесінің координатасы бар дейді. Ол x1 де x2 дейді. Ой, x1 де y1 деп айтады. Дәл соған B нүктесінің координатасы x2 де y2. Енді осы нүктелердің ара қашықтығын табу барысында формула бар. Ол тура вектордағындай мына нүктеден мына нүктені азайтып квадраттаймыз, Пифагор теоремасы секілді. Қосылған y2-ден y1-ді азайтып квадраттаймыз, болды. Формуласы осына, екі нүктенің арасындағы ара қашықтықты табу формуласы. Екі нүкте ара қашықтығының формуласы. Мысалы келтіре өтейік бірден. Мысалы бірінші есеп. А 7-де 3 деп айтады. Ал Б нүктесі 7-де 1 деп айтады. Осы екі нүктенің ара қашықтығын табу қажетпіз. Онда не істейміз? Бірден формуласы алсамыз. Д. Так, мынаны бүйтіп өзгерте салайық. 3-те 4 екен. Демек бізде қалай болады? 7-ден 3-ті азайтамыз, түбір астына саламыз. Қосылған 1 азайтылған 4-тің квадраты. Сонда 7-ден 3-ті азайтсақ 4 квадраттасақ 16, 1-ден 4-ті азайтсақ минус 3 квадраттасақ 9. Сонда түбір асты 25, одан 5 шығады. Демек екі нүктенің арасы 5 сантиметр. Жаңағы мысалмен алған кезде 2 сантиметр, сырым.
плюс ретінде аламыз. Дұрыс. Келесі екінші өтетін нәрсе. Кесіндінің орта нүктесін табу. Кесіндінің орта нүктесін қалай табамыз? Орта нүктесінің координатасын. Жаңа әдемі сан шықсын деп өзгеріп тастадым ғой. Сіздікімен 2 шығады. Қараңыздар оқушылар. Егер де бізде А нүктесінің координатасы x1 де y1, ал Б нүктесінің координатасы x2 де y2 болатын болса, онда біз осы кесіндінің ортасын табу үшін мынандай секілді да. А x1 де y1, Б x2 де y2. Кеше мен бір рет айтып өткен, онда тура қақ ортасында m деген нүкте жатса, онда біз просто екеуін қосып 2-ке бөле саламыз. Y1 қосылған Y2 бөлінген 2-нің формуласы осы. Хорошо? Мысалға, екінші мысал көрсетейік. P нүктесінің координатасы -3-7, ал Q нүктесінің координатасы 5-1. Онда осы кесіндінің ортасын табу керек. Неге тең болады? M дей салайық оны. -3-5-ті қосып 2-ке бөлеміз, және де 7-де -1-ді қосып 2-ке бөлеміз. Сонда 1-де 3. Неге 3 шықты сырым? 1-де 3 болу керек қой. Екеуін қосып 2-ке бөліп координатасын табамыз біз бұлай. Түсінікті ма? Енді оқушылар қараңдар, бізге мынандай есеп берілсе. Есепте бүйтеді, А нүктесінің координатасы 3, 0, 1 дейді. Б нүктесінің координатасы -4, 3, -1, 4, 3 дейді. Оны біз табу керекпіз. Окей. М нүктесінен үштесеп, А, Б кесіндісінің М нүктесі берілген. -1, 1, 2 деп. Осы М нүктесінен А, Б кесіндісінің ортасына дейінгі арақашықтықты. А, Б кесіндісінің ортасына дейінгі арақашықтық. Берілген түсінікті ғой, иә? Енді біз бұны қалай шығарамыз, қараңдар. Апай сызбасын түсіндіре сал деймін мынаны. Сәл түсінбей. Мысалы қараңдар. Любой бір нүкте 3, 0, 1 болсын. Любой какой-то бір нүкте жатыр, неқта Б нүктесі, ол -1-де 4, 3 болсын. Енді біз бұлай кесінді жасаймыз, мына кесінді ғой. Неқта айдалада бір М нүктесі жатыр, айдалада жатыр да, есетіндер. Сол оның координатасы -1, 1, 2. Енді бізге айтып жатыр, мына М нүктесінен осылардың ортасы қай жер? Ортасын мысалға мынау дей салайық, N дей салайық. Ортасын. Осы жерді сұрап жатыр міне. Осы сұрап жатыр. Мына 42-ке бөлінбей ма? Түсінікті ма нені сұрап жатқандығы? Ол үшін енді бізге екі нүктенің арақашықтығының формуласын қолданамыз. Яғни мен М-нан N-ға дейінгі арақашықтығым қандай? Мен соны қолдану керекпін. Бірақ мен N-нің координатасын білмеймін. Ал вот бұл яғни бұл есеп алдыңғы өткен екі тақырыптың жиынтығы ғой. Бағана қайталап өттік қой. Екі нүктенің арақашықтығы, екі кесіндінің ортасы деп, міне, бұл сол. Демек, N нүктесі ортасы болғандықтан координатасын тауып алам. Ол үшін 3-ке -1-ді қосып 2-ке бөлеміз, 0-ге 4-ті қосып 2-ке бөлеміз, 1-ге 3-ті қосып 2-ке бөлеміз. Сол кезде менде шығады 1, 2, 2. Все болды, мынаның координатасы бізде табылды. Енді жай ғана 2 нүктеден нүктеге дейінгі арақашықтықтың формуласын өттік қой жаңа ғана. Соған сала саламыз. Яғни -1-ден 1-ді азайтамыз, квадраттаймыз. Қосылған 1-ден 2-ні азайтамыз, квадраттаймыз. Қосылған 2-ден 2-ні азайтамыз, квадраттаймыз. Сонда менде болады 4, 1 и 0. Дұрыс па? Получается, жауабы түбір астында 5 болады екен. Я.
иә оны өтеміз. I1 міндетті түрде. Нормаль вектор, бағыттаушы вектор. Барлығын өтеміз. Қазір базовыйынан бастайық. Келесі есепке көшейік. Келесі енді бізге мынандай нәрсе бар. Екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуі. Бұл сендерде, кстати, осы наурыз ұбт-да көп келген болатын. Екі нүкте арқылы өтетін түзу теңдеуі. Бұны біз екі түрлі жағдайын қарастырамыз бұны шығарудың. Ең бірінші жолы ол параметрлік әдіспен тапсақ болады. Ал екінші әдісі ол бізде біреуіне параметрлік, екінші канондық түзудің теңдеуі деп айтады. Екі способта жарай береді. Қазір мен екеуінің де формуласын жазып беремін. Параметрлік деген қалай? Параметрлікте y тең, өздерің білесің ол түзудің теңдеуін. Y тең kx плюс v деген бізде түзудің теңдеуі бар. Білесің ғой? Y тең kx плюс v. Енді біз қазір осы нүктелер арқылы, қазір осы кез келген түзудің теңдеуін жасаламыз. Мысалы, бізге есепте былай берілсін. А нүктесінің координатасы 2-де 3 дейді, ал Q нүктесінің координатасы 5-те 9 дейді мысалы. Енді осы екі нүкте арқылы біз параметрлік түзудің теңдеуін жазу керекпіз. Қалай жазамыз? Мынауымыз бізде x1, мынау y1. Давайте орнына тупа қоя салайық. Сонда 3 тең 2 көбейтілген k қосылған b болады. Дұрыс па? Дәл солай мынаны да қоямыз кеттік. 9 тең 5 көбейтілген k қосылған b болады. Дұрыс па? Түсіндер ме оқушылар? Орындарына апардым. Енді осы жүйені жай ғана маған шығару керек. Ал бұл жүйені шығару үшін мен бір-бірінен азайтамын деп шешемін. Себебі 3-тен 9 азайтсақ минус 6, 2k-дан 5k азайтсақ минус 3k, b-дан b-ны азайтсақ вот жойылып кетеді. Бұларды азайтқанда жойылып кететінін көргендіктен мен азайтып жатырмын. Минус 3-ті бөл жерем сол жаққа. Сонда біздің k дегеніміз 2-ге тең болады. K 2 болса, орнына апарып, мен b-ны таба салам. 3 тең 2 көбейтілген k, яғни 2 қосу b. Сонда 3 тең 4 қосу b, 4-ті минусқа өткізсек, b бізде минус 1-ге тең болады. Болды. Сонда есеп b, ау. K минус 2-ге тең болмай ма? Жоқ, минус 3-ті бөлеміз ғой біз. Таңбасымен 1-ге бөлеміз. Минус 2. Плюс болып өтті ма деген ғой. Бір қара, егер минус 2 болып қалса, минус 2-ге минус 2-ні өтсек, плюс 6 ғой, минус 6 емес қой. Сонымен y-тен kx плюс b дегенде біз k-ны таптық, b-ны таптық. Содан кейін бар орындарына апара саламыз. Y-тен 2x қосу b, яғни азайту осы болады жауабы. Түсінікті ме оқушылар? Түсінікті. Я апай. Болады минус 3-ке бөлсек неше болады? 2 болады емес пе? Енді екінші жолы канондық, ол тоже бізде оңай. Қараңыздар. Канондықтың способы x азайтылған x1 бөлінген x2 азайтылған x1. Тең y азайтылған y1 бөлінген y2 азайтылған y1. Канондық деген бізде осы. Мұнда x пен y ол всегда тұра береді. Қалай бар? Солай тұра береді. Бізге жай ғана өзгертетін нәрселер ол x1, x2, y1, y2 деген нүктелер. Дәл осы мысалдан алайықшы, қараңдар. A 2-де 3, B, Q 5-те 9. Мұнаулар x1 мен y1 болса, мұна уже x2 мен y2. Мен аламды тупа орындарына қоя салам. Сонда x азайтылған 2 бөлінген, 2 деген мынау x1-міз. x2 азайту x1, 5 азайту 2. Тең y азайтылған y1 дегеніміз 3 қой. Бөлінген y2 азайту y1, яғни 9 азайту 3.
Әдемілеп жазсақ, x минус 2 бөлінген 3 тең y минус 3 бөлінген 6. Осылай, пропорция жазсақ болатын Елена 3 пен 6 қысқарып кетеді ғой. Екеуінде как будто 3-ке бөлген секілді, астына 2 қалады. Нақты 1 қалады. Астын екеуінде 3-ке бөліп тастадым да, түсіндер ме? Енді пропорция жасайық. Y минус 3 тең, былай көбейттім. 2x минус 4. Осы жақта минус 3-іміз плюс 3 болып өтеді. И сонымен бәрі бірде дәл сол 2x минус 1 деген жауап шығады. Көрдіңдер ме? Мына жолмен шығарсаңдар да дәл сол, мына жолмен шығарсаңдар да дәл сол. Қайсысы ыңғайлы, сол бойынша ала бересіңдер. Түсінікті ме, оқушылар? Я Я түсінікті. Жақсы. Все, онда кеттік. Бізге мынандай есеп қараңдар. Осыған байланысты как раз бірден ана жақтан есеп шығарып отырайық. Демонстрация жасап уақыт берем, сіздер соны шығарып көресіңдер. Жерде 10 есеп. Қараңдар. Бізге берілгені былай. Абысы үшбұрышы берілген дейді. А минус 1 де 2 деп осайынан айтып қойған екен. Бізге орта сызық арқылы өтетін түзудің теңдеуін құру керек. Уже бір Б деңгейлі есеп болып саналады. Я расымен де қорқынышты көрінеді. Хотя біздің қазір ғана айтқан тақырыбымыздың осы 3 нәрсе өттік қой, сол үшеуінің біріктіргенде шығатын нәрсе бұл. Сразу өзім түсіндіре берейін, шынымен қорқынышты көрінсе. Қараңдар, елестетіңдер. Бізде какой-то бір үшбұрыш бар да бұсы деген. Сонда А нүктесінің координатасы минус 1 де 2, Б-ның координатасы 5 де минус 10, С-ның координатасы 1 де минус 2. Енді А1, В1 мен АБ параллель, яғни орта сызық жүргізілген, ол былай жүргізіліп тұр да орта сызық ше. Ол АБ-ға параллель болып тұр, нәғы А1, нәғы В1. Орта сызық дегеніміз өзі не ол? Бүйір қабырғасын қақ 2-ке бөлетін нүкте. Мына жақта да қақ 2-ке бөлетін нүкте. Значит, мен мына В1 дегеннің координатасын таба аламын ба? Ол мына БС деген кесіндінің қақ ортасына жатыр емес па? Оны біз жаңадан табуды үйрендік қой. Дұрыс па? Оны қалай табамыз? Координаталарын қосып, 2-ке бөлеміз, иә? 2-ке бөлеміз. Сол кезде бізде шығады 3 де минус 6. Все, бұл бір шықты. Дәл солай мен тапқам ғой. Ау? Минус 4 емес па? Неге? Жоқ. Дұрыс қой, иә? Мына екеу минус 12, 2-ке бөлсек минус 6. Так, дальше минус 1-ге 1-ді қосып 2-ке бөлеміз, 2-ге минус 2-ні қосып 2-ке бөлеміз. Сол кезде бізде шығады 0 де 0. Келсесіңдер ма? Я Я Енді давайте қайсымен жазамыз? Параметрлікпен жазайық па, канондықпен жазайық па? Қайсысын айтты сендерге? Параметрлік. Канонмен болын. Окей, қазір екеумен жазсақ. Формуласы канондықта x минус x1 бөлінген x2 минус y1 тең, y минус y1 бөлінген y2 минус y1. Значит, мынауымыз x1 де y1. Әне мен просто 2 нүкте арқылы мына түзудің теңдеуін жазуым керекпін, и все. x2 де y2. Сонда x азайтылған 3 бөлінген 0 азайты 3. Тең y азайтылған минус 6 бөлінген 0 азайтылған минус 6. Сонда x минус 3 бөлінген минус 3 тең y плюс 6 бөлінген 6. Қайтадан 3-ке қысқарта салайық, я? Сонда x минус 3 бөлінген 1 тең y плюс 6 бөлінген минус 2. Минус 3-ке бөліп тастадым ғой, түсіндер ме? Плюсқа айналдырып жүрдім, мына минусқа айналып кетті. Пропорция y плюс 6 тең
минус 2x-дан көбейтіп жатырмын. Қосу 6. Со y тең, плюс 6 ше, оң жаққа минус 6 болып өтеді. Сол кезде ары қысқарата y тең минус 2x болады. Или сол жаққа өткізіп 0 десек те болады. Жауабы осы ғымына. Түсіндер ме оқушылар? Параметр Иә. болады. Y тең kx плюс v-ға сала салам жай ғана. Яғни мұнан қоя салайық, бірінші. 0 тең 0 көбейтілген k қосылған b, және де минус 6 тең 3 көбейтілген k қосылған b. Мынау арқылы өрнектегі қышамды аяқтайшы. 0 тең 0-ға k-ны көбейтсек 0, оған b-ны қоссақ, осы жерде біздің b дегеніміз 0-ге тең екендігін көреміз. Бұны 0-да апарамыз. Минус 6 тең 3k қосылған 0, минус 6 тең 3k, k деген осы жерде минус 2-ге тең болады. Дұрыс қой мені, k-ның орнына минус 2 қойсақ, минус 6 болады. Сонда жауабы y тең, k-ның орнына мені тауып алған минус 2-ні қоям. Минус 2x. Ал b ол 0-ге тең. Сол жаққа плюс 2x-ті өткізсек, бәрі бірде сол жауап шығады. Кім қол көтеріп? Қай жерден басап түсіндірейін? Яғни екеуі минус 3-ке қысқартынан минус 3-ке бөлсек 1 қалады. Мына астын минус 3-ке бөлсек минус 2 қалады. Қай способ түсініксіз болып қалды? Басына берген байле. Параметрлікті ма? Қара, параметрлікте, мына жер ғой екінші түсіндіргенім. X-міздің мәні 0, 0. Ой, X-міз 0-ге тең, Y-міз 0-ге тең. Сол үшін соны қойдық. 0 тең, K көбейтілген 0, қосылған B. Осы жақта K-ға 0-ды көбейтсек 0 болады. 0-ге нені қоссақ 0? 0-ді, B 0 болады. Екінші мұнан апарам. Минус 6 тең, K көбейтілген 3, қосылған B. B мұна жақта 0 шықты ғой. Жай ғана орнына апара салам. Наяқтан бұны тауып, наған апардық қой. Сол кезде бізде 3-ті бөлсек минус 2 шықты. Енді бастапқыдағы мен просто К мен бұны тауып, соларды ғана өзгертем. Ал Y пен X олар солай тұра береді. Y тең минус 2X қосу 0 болды. Бұл жақта просто жүйені шешу керек болды. Жүйе шешсеңдер болды. Жүйені шешу ғана керек. Так, түсінікті қоям. Кеттік. Келесі енді жаңа ғана бізде бір осындай нәрсе айтылған болады. Бағыттаушы вектор деген нәрсені сұраған болады, не? Бағыттаушы вектор деген не? Және де нормаль вектор деген не? Пока что біз бұларға анықтамасын тастап кетейік, қазір оны тереңдетіп оқитын боламыз. Мысалға бір түзу бар. Бір түзу болсын, енді осы түзуге біз бағыттаушы вектор жасаймыз дейсіз, оның бағытын анықтаймыз просто. Яғни мен осы түзудің бағыттаушы вектор деп оған параллельно жатқан любой бір векторды айта аламын. Просто бағыты бар, параллельно жатқан любой вектор оған бағыттаушы вектор болады. Демек, мынау бізде бағыттаушы вектор. Бұның қандай қасиеттері бар, қазір мен оларды түсіндіретін болам сендерге. Ал енді нормаль вектор дегеніміз не? Нормаль вектор деген, допустим, мынандай бір түзу бар. Ол осы түзуге 90 градус болып түсетін векторды айтамыз. Яғни бағыттаушы векторда ол какой-то бір түзуге параллельно жатады, ал нормаль векторда ол какой-то бір түзуге перпендикуляр болады. Осы екеуінің айырмашылығы осындай. Мысалға, бағыттаушы вектор арқылы біз түзудің теңдеуін қалай жазамыз? Бізде формуласында x минус x0 бөлінген a тең y минус y0 бөлінген b. Формуласы осындай. Ал осы жақта тұрған астындағы мына сандар бар ғой, а мен b.
Осы бізде как раз таки бағыттаушы вектордың координатасы. Мен оған бір m вектор деп қойын. Осы m деген вектордың координатасы a да b болып тұр. Осындай. Допустим, бірден бір есеп қарастырып өтейікші қараңдар. Мысалы, бір есепте былай айтады. Бағыттаушы векторымыз, m вектор бағыттаушы вектор дейді. Оның координатасы 1-2 дейді. Енді бізге былай айтады. M нүктесінің координатасы 3-5 дейді. Енді бізге айтады, осы нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін жаз дейді. Мына нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуі қандай деп жатыр. Енді біз просто орнына қоя саламыз. А деп тұрған 1-ге тең, Б деп тұрған -2-ге тең. Демек кеттік, x -3 бөлінген 1 тең y -2, ойбай. y -5 бөлінген -2 болды. И дальше пропорция жасай саламыз кеттік. y -5 тең -2x плюс 6 болады. Сонда y тең -2x қосу 6 қосу 5, жауабы -2x қосылған 11. Әне мына аяқтарда оқушылар бізде параметрлік түзудің теңдеуін жазу процесінде екі нүкте нақты беріледі. Ал мына жақта бізге нүкте берілмейді да, бізге бағыттаушы вектор деп беріледі. Бағыттаушы вектор осындай болса, онда мына нүктеден өтетін түзудің теңдеуін жазшы деген секілді. Ол кезде просто біз осы бағыттаушы вектордың координаталарын астына қоя саламыз, и все. Түсінікті ме, оқушылар? Абай бастан айтып жүресіз бе? Қалай дедіңіз? Кімнің даусы мынау? X минус x0 бөлу a, y минус y0 бөлу b. Астында тұрған a мен b бағыттаушы вектордың координатасы. Бұл бағыттаушы вектордың координатасы. Астына қоя саласыңдар. Ал мына нүктелер x минус 3, y минус 5 болды. Пропорция все. Қай жер түсініксіз лучше сөйтіп айтыңдаршы. Мына жерін түсінбей қалдым деп. Ал енді нормаль түсінікті ма, оқушылар? Ал енді нормаль вектордың айырмашылығы қандай? Мысалға бүйтіп айтсам. Нормаль вектордың координатасы n дей салайық оны. -4-5 десін. И дәл солай m нүктесі 2-де 3-де. Енді біз бұның бұл кезде түзудің теңдеуін табу формуласы мынандай. A көбейтілген x минус x0 қосылған b көбейтілген y минус y0 тең 0. Осындай. То есть мынада байқасаңдар, A ол астында тұрады. Бағыттаушы вектордың координатасы астында тұрады. Ал мына жақта ол үстінде ax минус x0, b y минус y0 мына нормаль вектор арқылы түзудің теңдеуін жазу формуласы. Енді болды ғой дайын тұрғы мына. Мынау a, мынау b. Сонда -4 көбейтілген x азайтылған 2 плюс 5 көбейтілген y минус 3 тең 0. Болды осыны аша саласыңдар, и все. -4x қосылған 8 плюс 5y минус 15 тең 0. Осы жақта 5y минус 4x азайтылған 7 тең 0 болады. Болды. Есеп шықты. Түсінікті ме? Апай түсінікті. Ары қарай шығармаймыз ба? Бұл y-ді өрінчесек болады, в принципе, дальше. 4x бөлінген 5 плюс 7 бөлінген 5 деп ше. Болады осы өрінчесек. Хорошо? Мынандай оп-оңай есептер келеді, бай. 2x минус 3y плюс 6 тең 0 дейді да. Нормаль вектордың координатасын тап дейді.
Нормаль вектордың координатасы неге тең деп. Формулада былай емес па? А, x минус x0 қосылған b, y минус y0 тең 0 емес па? Яғни осы x-тің алдында тұрған сан нормаль вектордың координатасы 2. Y-тің алдындағы сан y-міз. Болды, өйстіп таба саласыңдар. Өте оңай. Түсінікті ме, оқушылар? Я подчеркну. Мгм. Все хорошо. Кеттік онда келесі. Енді маңызды келесі элементтер қандай? Жайлап осы енді өткен тақырыптарды бір қайталап шығайық. Екі түзулер бір-бірімен қалай орналасады? Қалай ойлайсыздар? Түзулердің орналасуы. Түзулер бір-бірімен не істеуі мүмкін? Қиылысамы? Қиылысады. Бірден қиылысады. 90 градус жасайды. Екіншіден, бір-біріне 90 градус болады, перпендикуляр қиылысады. Параллель болады. Үшіншіден, бір-біріне параллель болады. Біз онана жанама деген кезде мына екеуі өткен болатынбыз, помните, жанаманың түзуін, жанаманың теңдеуін жаз дегендер өттік осындай. Осы параллель деген кезде y-тен kx плюс v деген бір түзудікі болсын. Y-тен y-тен k1x қосу v1 болсын. Екінші y-міз k2x плюс v2 болсын. Бұл екі түсі бір-біріне параллель болған кезде қандай еді, біз бұны өтіп едік қой? Көбейтін түсулерге тең. Жоқ. K1 мен K2 бір-біріне тең болу керек еді. Жанамада естеріңізде ма? Мына Өтпедік түзуге қой? параллель болатын жанаманың теңдеуін жаз деген өттік қой? Оны есептедік. Өтпедік қой? Бұны кім айтып жатыр, өтпедік деп? Білмеймін, әйтеуір есімде тұр. Айбынсыз ба? Иә. Кім өтпедік деді, айбынсыз ба? Иә. Айбынсыз, потому что қазан ағымыз ғой, біз туындын тастап кетіп едік қой, помните? Беміз тастап кеттік қой. Мен дамыздарға айтып жатырмын өттік деп. Өттік қой, иә? Артықтан өттік қой, а? Қалай? Қалары бір-бір. Ал перпендикуляр кезінде қасиетіміз қандай еді? Көбейтінісі минус бірге тең. Иә, көбейтіндісі минус бірге тең болу керек. Осындай ереже бар. Яғни мысалға былай айтады. Y тең 3x қосылған 7 дейді. Сосын 8y тең 2x минус так. А көбейтілген k минус 4 десін. Енді сұрақ, A-ның қандай мәнінде? Бұл сәйкестендіруде келу мүмкін сұрақ деп айтқам сөйлесіңдерге. A-ның қандай мәнінде? Екі түзу бір-біріне параллель болады, бірінші. Екінші, екі түсі бір-біріне перпендикуляр болады. A-ның қандай мәнінде бұлар бір-біріне параллель, бір-біріне перпендикуляр болады деген сұрақ. Енді не істесек болады осы жерде, оқушылар? Y-тер бір-бірін теңестіреміз. Перпендикулярда. Алдымен ар жақтан Y-ті өрнектеп алайық. Онда 8 бөлінбейме әрқайсысына? А бөлінген 8 көбейтілген x на жерде. Азайтылған 4 бөлінген 8. Все, бұл түрде Y тең болып тұру керек. Енді осы жерде параллель болу үшін x-тің алдында тұратын сандар, k-лар бірдей болу керек. Мынаның алдында x 3-ке тең, мынаның алдының x a бөлінген 8-ге тең. Значит, екеуін мен бір-біріне тең деп аламын. Сонда 8 ар жаққа көбейту болып өтіп, бізде a 24-ке тең болады екен. Түсінікті ме? A-ның мәні? Демек, a 20 болған кезде, бізде бұл екі түзу бір-біріне параллель болады. Қараңдаршы, шынымен ғой. Мынаның алды 3 болады, мынаның алды 3.
екеуінің x-терінің алдында бірдей болғанда олар бір-біріне параллель. Бірақ бір-бірін көбейткенде минус 1 шығып кетті. Ол перпендикулярда. Енді перпендикулярлықтың қасиеті x-тің алдындағы сан 3-ке, мына x-тің алдында тұрған a бөлінген 8 көбейсе минус 1 болу керек. Онда a неге тең болу керек деген сұрақ. Ол үшін a тең, мына 8-ді көбейтем оң жаққа, ал 3-ті керісінше бөлем. Дұрыс қой, бөліміндегі сан көбейтіледі, алымындағы бөлінеді. Значит, a-ның осындай болған мәнінде мына екі түзу бір-біріне перпендикуляр болады деген сөз. Түсінікті ме? Иә, түсінікті. Я түсінікті. Окей. Онда кеттік, мына есеп шығарып көрейік. Жаңағы все. 12-ші есеп. Апай, Ау, 3 қайдан шықты? қайсы 3? Мына жерде бар ғой. Мына 3x-тің алдындағы сан ғой. К1 көбейтілген К2 тең минус 1. X-тің алдындағы сандарды көбейтсек минус 1 болу керек. 8 үстіне барды, 3 астына келді. Түсін ба? Иә, рахмет. Кеттік, келесін есепті қара көрейік. Неге былай нәқа бармай жатыр? Сонымен дәліш кеттік. Мына есепке қарайындар. 12-ші шарқ көндірші. Ойлам көресіңдер ма? Сразу көрсете берейін ба? Ойланып көрейік. Апай түсінбедім. Қараңдар. Бізде бүйтіп айтып жатыр. Мына нүкте арқылы өтетін және де мына түсуге параллель болу керек деп жатыр. Параллель дегеннің анықтамасы қандай еді? К-лары бірдей. К-лар бірдей. Значит, мынаның К-сы неге тең? 2-ге. Я. Апай, Значит, К-лар бірдей ма? К-ларын көбейтіндесе минус 1-ге тең ба? Параллель десе К-лары бірдей. Перпендикуляр десе көбейтіндісі минус 1. Қазір бізге параллель деп жатыр, сосын К-лары бірдей. Значит, біздің жаңадан пайда болатын түзудің К-сы тоже 2 болу міндетті. Себебі ол параллель деп жатыр бір-біріне. Значит, бізде оның К-сы анықталды болды, мынау 2-ге тең. Ал мына нүктеміз X біріншісі. Ол 2-ге тең. Мына нүктеміз Y. Ол минус 3-ке тең. Бұл бәрі дайын тұр емес па? Минус 3 тең 2 көбейтілген 2 қосылған B 4 болады. Ол 4 сол жаққа минус 4 болып өтеді. Сол жерде B минус 7-ге тең болады. Болды, жай ғана жауабын жазған кезде біз К мен B-ны орнына қойып барып қана жазамыз. Y тең 2x азайту 7. Дұрыс қой. К 2-ге тең, ал B минус 7-ге тең. Ал Y пен X-ті біз өзгертпей солай тұра береді. Олар қалыпты сақтайды. Сонда Y-ті давайте оң жаққа өткізсек, 2x азайту болып өтеді. Азайту Y, азайту 7 тең 0 болды. Осы жауап тұр мені. Түсіндер ма енді? Айбын түсіндер. 2 деген К ғой, Ау? Ана жерде Y-тен 2x минус 5 деп тұр ғой, сонда X-ның алдында 2 К ғой, Я, X-тің алдындағы сан өзі К-ға тең, потому что KX плюс V деп жазамыз ғой біз. Түзудің тең. Түсіндер ма? Я түсінікті.
Мен сізге қиын емес, иә, біз есеп бұндай аналитикалық геометрия кезінде жай ғана есеп болды. Сабақ па? Әлі есеп шығарамыз. Келесі 29-шы есеп. Сұрақ. Осы шеңбердің абсцисса осі мен қиылысу нүктесін тап дейді. Абсцисса деген не ол оқушылар осы? X ось, иә? Я, ордината деген. Y өсі ма? Я, жаттағандар қараңдар. Абсцисса осі деген X осі, ордината деген Y. Значит, бізде абсцисса осімен қиылысуын табу керекпіз ғой. Яғни X пен оның пересечениясы болу керек. Осы абсцисса осімен қиылысуын тап десе, мен Y-тің орнына тупа 0-ді қоя салам болды. Ал егер керісінше осы жерде ординатамен қиылысуын тап десе, мен X-тің орнына 0-ді қоям. Тупа қоя салам. Y-тің орнына 0-ді қойып, X таба саламыз, да? Иә, болды. Кеттік. X квадрат минус 8x 0 болып кетеді ғой. Қосу 7 тең 0. Осын табайықшы. Вет теоремасымен. Ветімен бір ғой. Болды. Жауабымызға 7-де Y-іміз 0 ғой. 0. 1-де 0. Түсініңіз деме оқушылар? Я апай түсінікті. Иә, түсінікті. Біз түзудің теңдеуін жазуды үйрендік. Енді шеңбердің теңдеуін жазуды үйренейік. Шеңбер деген біз өттік қой. Мынандай. Дөңгелек, иә. Мысал қараңдар. Бұл шеңбердің теңдеуінің бізде дайын формуласы бар. X минус x0 сыртында квадрат. Y минус y0 сыртында квадрат. Тең r квадрат. Мұндағы x0, y0 деген бар ғой, нағыз айтылып тұрған. Ол бізде шеңбердің центрі деп аталады. Ана циркульді тірейміз ғой біз, циркульді тірейтін нүкте бар ғой сол. Ал r деген ол кәдімгі осы центрден бойындағы бір нүктеге дейінгі арақашықтықты айтады. Радиусы да, иә? Иә, радиусы ғой кәдімгі. Мысалға мынандай есеп келсін, қараңдар. Сразу базовый бір есеп қарастырып кетейік. Өте оңай, ол келеді. Минус 4-те 1 дейді. Радиусы 6 болатын шеңбердің теңдеуін жазшы дейді бізге. Болды, біз сразу орнына қоя саламыз жай ғана. X минусы мен минусы формулада минус тұр. Сол үшін мына 2 минусымыз плюсқа айналып кетеді. X плюс 4-тің квадраты. Қосу Y азайту 1-дің квадраты тең радиус квадрат. Сол үшін 36 болады. Болды, есеп шықты. Түсінікті ма шеңбердің теңдеуі? Түсінікті. Я апай түсінікті. Келесі күрделі қандай есеп келеді бұл шеңберге қатысты? Бүйтіп айтады қараңдар. Центрі күшті есеп бұл бізде. Осы неде келген. Центрі O нүктесі минус 1-де 2 дейді. Ал А, яғни шеңбердің бойындағы нүкте ғой. А 0-де 5 шеңберге тиісті дейді. Шеңбердің бойында жатады деген сөз да бізде. Тиісті болса, онда бізге шеңбердің теңдеуін жазу керек. Қараңдар шоқшылар. Бұл бізде былай. Бір координаталық түсуге минус 1-де 2 деген нүктені табайық. Минус 1. X0 мен Y0 ғана белгіленіп тұрды, иә? Енді 0-де 5 деген қай жер? 0-де 5 деген примерно мына жер, дұрыс па?
Сонда бізде мына бүйтіп тұрған шеңбер болып тұр ғой, былайына тұр ғой, примерно. Примерно осындай. Или даже, возможно, былай. Әйтеуір мынау жанап өту керек. Оны карандашымыз осы жақтан тұрды да, біздің карандаш. Мына жақта центр тұрды, циркульдағы. Бүйтіп сыздық қой біз. Мен суретші емеспін. Идеяны түсіндіңдер ма? Иә. Я поэтому. 0,5 деген қайтер дедіңіз? Қалай 0,5 деген мына жер ғой. X бойынша 0-де тұр да, Y бойынша 5-те тұр. X бойынша 0-де тұр, Y бойынша. Иә. Енді қараңдар, менің формуламда X азайтылған X0 сыртында квадрат, қосу Y азайтылған Y0 сыртында квадрат, тең радиус квадрат қой. Значит, X-на минус 1-іміз плюс 1. Y минус 2 квадрат, маған керек қазір радиус. Радиус табу керек и все. Мына нүктеміз бар, минус 1-де 2. Мына нүктеміз бар, 0-де 5. Онда 2 нүктені ара қашықтығын таба салмаймын ба мен? Маған өттік қой, біз 2 нүктені ара қашықтығын табу формуланы, дұрыс па? Ол қандай 2 нүктені ара қашықтығын табу формуласы? Пифагор теоремасы сияқты ма еді? Иә, Пифагор сияқты, азайтамыз, квадраттаймыз деген. Иә, бұл. 0-ден минус 1-ді азайтам, квадраттайм. 5-тен 2-ні азайтам, квадраттайм. Просто осындай. Сонда 1 қосылған 9. Дұрыс па? Сонда 10. Получается, менің радиусым 10-ға тең екен. Түбірасы 10-ға тең екен. Ал, значит, на формуладағы r квадратымыз 10 деп жазылады екен. Болды, есеп шықты. Түсіндер ма, оқушылар? Я түсінді. Я поэтому. Не дейсің, түсінбедім? Квадраттамаймыз ба? Квадраттаймыз ғой. Түбірасы 10-да квадратса 10 ғой. Иә. Ше кеттік. Бұл бізде мына есеп қой. Так, центрі 0,5. Мынау 11. Не ма? Ескішіндерге сұрақ жазайын. Дәл осыған қатысты, төсінер ұмыт қаласындар. Бағана біз бір пробныйдан көрдік те, центр О 2-де минус 6 дейді. Ал жаңағындай А нүктесі, который неде жатырған, ол бізде 3-де 5 дейді. Енді бізге табу керек шеңберін теңдеуін. Кетік жазып көріңдерші. Қалай болады? Не істеу керек? Бізге берілген мынау шеңбердің центрі. Тура мына есеп қой. Центр берілген, шеңберге тиісті нүкте берілген, шеңберін теңдеуін жазу керекпіз. Тура жаңағы просто сандары ауысқан. Өздерің шығарып көріңдер. Оң жаққа саламыз ба, шеңбер? Қалай? Шеңберді оң Баға жаққа көрсетіңізші, саламыз ба? не қылып түсір ойын. R түбірасы минус 10. Айтынан бір сәт. Маған андай полный шеңберін теңдеу керек. Андай. Мен просто әшін оймен R сауа салдым да. Қанша болады дейсің? R түбірасы 11. Әшін 11 да сонда. R әшін 11. Қатем. Абай, алдын есепке қойып тұрыңыз. Апай былай бола ма? X минус 2-ның квадраты қосылған Y плюс 6-ның квадраты тең болады 122. Абай 26-ға ма? R. R 122 ма?
122 болады. Түбір асты 122. Потому что бізде R дегеніміз ол A ғой. И біз соның ұзындығын табамыз. Как будто вектор сияқты ғой. 3-тен 2-ні азайтамыз, квадраттаймыз. 5-тен -6-ны азайтамыз, квадраттаймыз. 1-дің квадраты 1. Минусымыз плюсқа айналады, 11 болады. 11-дің квадраты 121. Түбірасы 122. Значит, формуладағы r квадрат дегендегі r-дің орнына 122-ні қоямын. Түсіндер ма енді? Неге басқа шығып кетті? 2 қадамда шықты ғой сонда, я? Абай сонда анау Пифагор сияқты теоремада бар емес па? Иә, сол Формулада. То формулада орталар минус па? Мысалы, негізгі формулада. Иә? Кәні, мынау x2 минус x1 квадрат қосу y2 минус y1 квадрат. Бағана алдында бір есеп шығарды, сол кезде плюс болып тұрып екеуін қосып басқа сан шығып кеткен. Ол бізде ортасын табатын кезде қосамыз. Ал арақашықтық кезінде координаталарды азайтамыз вектордағындай. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Енді қараңдар. Енді өте маңызды есеп, который часто келеді. X квадрат қосылған 12x қосылған y квадрат минус 18y тең 244 деген. Бізде бір шеңбердің теңдеуі бар дейді. Ол шақтан бізге центрін сәйкестендіру сұрағы болып келуі мүмкін. Центрін және де радиусты тапсын дейді. Ойланып көресіңдер ма, или сразу түсіндірейін ба? Ойланып көрейік. Апай радиус табу керек па? Радиус және де центрін. Радиус сол 244 емес па? Центр минус. М? Центр минус. Центрі қанша дейді? Минус 12. Жоқ. Центрі екеуін айтасың ғой, минус 12-де 3 деген сияқты. 2 сан айту керексің ғой. Подсказка берейін. Подсказка қысқаша көбейту формуласына келтіру. Жақша ішінде A плюс. Короче, формулада бізде байқасаңдар мына жақта былай Апай тұрады. минус 6 мен 9 бола ма? Минус 6 мен 9, я дұрыс айтасың. Центрі минус 6-та 9. Ал радиус ше? Радиусы түбірас 240 па? Жоқ. Оғы сен. Тұрақты бір санға тең ба, яндай нема? 15,6 сияқты емес па? Сан, бүтін сан. Бүтін сан. Қандаш мен түсіндірем. Маған жаңа айтқандай қысқаша көбейту формуласына келтіру керек. Онда мына 12x-ті мен жазалам ба? Типа андай. Қысқаша көбейту формуласынан емес, a квадрат қосу 2ab қосу b квадрат деген. Ол a плюс b-ның квадраты. Значит, маған a квадрат берілгенде, 2ab берілгенде, бірақ b квадратымыз жоқ болып тұр да. Мен ойдан өзім енгізем, бірақ бұның не екенін тауып алу керек бізге сперва. Онда 12x деген бар ғой, 2ab болып тұр. Міне 2 a дегеніміз x-тің рөлін атқарып тұр, ал b деген 6 болып тұр. Значит, тағы да мен осы қысқаша көбейту формуласына келтіру үшін оған 6-ның квадратын қосу керекпін. Дұрыс па? Сол кезде мынау x плюс 6-ның квадраты дегенге айналады емес па? Келісесіңдер ма? Иә. Я бы... Мен оған қазір туыпа тұрған жерінде 6-ның квадратын қоса алмаймын ғой. Сол үшін мен қосқандығым үшін одан азайтуым керекпін. Потому что бұлар бір-бірімен жойылып, мынау шығады өзі. Яқты, значит, тағы 36-ымыз бар.
Ketdi. Дальше мынандай дәл солай жасаймын. То есть 18 y-imiz ол 2ab болып тұр. апай радиус 19-ға тең бола ма? Иә, 19 дұрыс майыз. Осындай болып тұр ғой, мына 2, мынау a болып тұр, мынау b болып тұр. Значит, тағы да мен дополнять етемін оған. Мына 9-дың квадратын, b квадратты дополнять етемін. Мынау жетпей тұр. Бірақ мен оған осыны қосқаным үшін міндетті түрде азайтуым керекпін. Сонда осы жері менде қысқаша көбейту формуласын береді. Y минус 9-дың квадраты деген. Квадрат минус 2ab плюс b квадрат, a минус b квадрат. Мына жақта минус 81-іміз бар. 244. Барлығын жаздық қой, ұмытпадық қой ештеңе, иә? Сонда x плюс 6-ның квадраты қосу y минус 9-дың квадраты. Именно минус 36 мен минус 81-ді оң жаққа плюс 36 плюс 81 деп жіберем. Мына жақта қалмау керек, мына жақта. Жалғыз осылай тұру керек. Сонда x плюс 6-ның квадраты қосу y минус 9-дың квадраты тең болады. 361 емес па? Квадрат қой. Осы жақтан біздің r-іміз 19 шығады болды. Апай, мен түсінбедім вообще. Қай жерін түсінбедің? Бәрін. Қарсайын, x квадрат қосылған 12x дегенді сен қысқаша көбейту формуласына келтіру керексің, потому что формулада шеңбердің теңдеуінде бізде жай ғана x деген болмайды. Ал мына жақта бізде ол ашылып тұр да, қарашы мына. Мына жақта, допустим, мен ашқан болып тұрмын. X квадрат, мен ашам қысқаша минус 4x қосу 4, плюс y квадрат, қосу 12x, қосу 36, тең 122, и потом мыналарды квадрат минус 4x, мыналарды қалдырдым y квадрат плюс 12x. И потом на 4-ке 36-ны қостым 40 болды. Соны оң жаққа минус 40 деп өткіздім. Сонымен x квадрат минус 4x қосылған y квадрат плюс 12x тең 82 болып шықты. Мен қазір, бізге қазір керісінше бұлай берілген да, соны мына түрге айналдыру керекпіз ғой біз. Біз қазір жасап жатырмыз соны. Мындай ашылып тұрған түрі берілген, соны жауып основной шеңбердің теңдеуінің түріне жазшы дейді. Но шеңбердің теңдеуі емес. Шеңбердің теңдеуінде бізде осылай тұру керек. Ешқандай x деген жалғыз x болмау керек ол. Бүйтіп жақшан квадраттың ішінде тұру керек. Екі рет x болып қалуға болмайды да. Сол үшін мен қазір, давайте осы мысалды қазір обратно қайтадан мынаған қайтарайық. Қалай қайтарамыз? Ол үшін жалғыз мына x квадрат минус 4x-ке ораламыз. Бұны біз толымсыз қысқаша көбейту формуласы болып тұр. Бұған біз толтырамыз бірдеңені. Ол үшін 4x бізге көмекке келеді. 4x ол 2ab-ның рөлін атқарып тұр. Сол 2ab дегенде 4x-ті бүйтіп расшифровать ету керек бізді. 4x 2 көбейтілген x-тің, және де көбейтілген тағы нені? 2x-қа нені көбейтсек 4x шығады? 2-ні көбейтсек. Дұрыс па? Значит, b деп тұрғанымыз ол 2. Сол үшін мен оған осы b квадратты қосам, и қосқаным үшін азайтам. А то мен өзім бірдеңені қосып азайта алмайм. Сол кезде мынау бізде қысқаша көбейту формуласын береді x минус 2-ның квадраты деген. Şu азайтылған 4-іміз бар. Мынау кетті. Мынаны да дәл солай істеймін. Y квадрат қосылған 12x. Мына 12x ол бізге 2av дегеннің рөлін атқарып тұр. Не туда не... 12y дегенде. Не ап x деп кетіп қалам, 12y қой. Түсініп атсың ба енді? Түсініп атсыңдар ма? Осы жаққа дейін. Иә, апай. 12y дегеннің рөлін атқарып тұр. Демек, 2 көбейтілген y-іміз ғой a. 2y-қа нені көбейтсек 12y шығады? 6. 6. Значит, b дегеніміз 6 ғой бізде. Сол b квадрат 6-ның квадратын қосам, и азайтам. Мынау қысқаша көбейту формуласын береді. Y плюс 6-ның квадраты деген. Еще мынау бар, минус 36.
Все. Енді жазайық. Мынадан бастап жазамыз. X минус 2-нің квадраты азайту 4. Мынаны жазамыз. Плюс Y плюс 6-нің квадраты азайту 36 тең 82. Енді мынау сандарды бұлшыт қалмай оң жаққа өткізе салайық. Ол плюс 4 болып өтеді, плюс 36 болып өтеді, то есть плюс 40 болып өтті ғой. 122 шықты деп біз бастапқыға келтірдік. Бізге осы түрге келтіру керек, ашылып тұрған жабу керекпіз. Мен түсінікті ма? Не болып кетті? Кім не болып кетті Абай? деп отыр? Ау, Плюс 12 деген H2-ге ұқсайды екен. жақсы. Түсінікті ма басқаларымызға? Ляпай түсінікті. Япай түсінікті. Япай түсінікті. Айбын түсіндің ба? Вроде иә. Онда сендерге бір мысал берейін. Ана жақта да біз соны жасадық. Давайте бір мысал шығарыңдар. Бұның Z-мен бірге келеді ғой бұл. Так, қазір айтайын. Өзім жазып бере салайын. X квадрат қосылған 22x плюс y квадрат азайтылған 8y тең 36. Все. Бізге центрін және де радиусын табу керек. Әте осы есепті шығаруға 3 минут уақыт алады. Шықпаса қазір өзім түсіндіремін. Апай центрдің координатасы минус 11 мен 4 болады, иә? Иә, дәл өзі минус 11 мен 4. Ал радиусы 173 градус бола ма? Шап көрдің бе уже? Иә. Логикасын түсініп алдың ба? Иә. Иә, дұрыс білесіз. Басқалар шығарып көрсетейін ба өзім? Шығарып жатсыңдар ма? Мен ойланып Біз апай отырмын. шығарып отырмыз. Апай радиус 173 пе? Иә. Апай радиусы 16 шықпай ма? Қазір көрейікші мұны. Ой, 13. Мына жақта біз x квадрат қосылған 22x-ті бүйтіп аламыз. 22x, 2x 11-дің көбейтінсе. Всегда 11-ге, короче, 2 бөліп тастаймыз ғой. Сол кезде ол x квадрат қосылған 2 көбейтілген x көбейтілген 11. Енді мына 11-дің квадратын қосамыз, еще азайтамыз. Сол кезде мынау бізде қысқаша көбейту формуласына келеді, яғни x қосу 11-дің квадраты дегенде. Еще азайтылған 121-іміз бар, яғни 11-дің квадраты 121-іміз тұр. Все, бұл кетті. Келесі екінші астындағы мынаны істейміз. Y квадрат минус 8y.
8y дегеніміз 2y4-нің көбейтіндісі. Сонда y квадрат азайту 2y4, и мен оған 4-нің квадратын қосамын, всегда, и азайтамын. Одно и то же нәрсе ғой. Бір екі-үш есепте қиналып қаларсыңдар, потом әрі қарай одно и то же нәрсе. Сонда мынау қысқаша көбейту формуласы ғой. Y минус 4-тің квадраты. Неге минус? Потому что значит минус 4. Неге плюс? Значит себебі плюс 4. Азайту 16, я на 4-тің квадраты 16. Все. Соны жазамыз. Мынадан бізде шықты x плюс 11-дің квадраты. Мынадан шықты y минус 4-тің квадраты. Ал мына аяқтағы 36-ын жазайықта. Сразу минус 121-ді плюс 121 деп өткізейік. Минус 16-ны плюс 16 деп өткізейік. Сол кезде бізде мына аяқта шығады. Қанша? 173. Радиус квадратымыз 173 кетен болса, r-ымыз түбірасы 173 емес пе? И все. Оны бір екі есептен кейін өздерің бір алгоритмін тауып аласыңдар ше. Всегда, мысалы, қалай жаңа Алдияр, скорее всего, көп тез шығарды. Потому что ол түсінді, что оның координатасы 22-ні 2-ге бөліп тастады, и плюс тұрғандықтан керісіншесін алсады, минус 11. Минус 8y-ді 2-ге бөліп тастады, минус 4 қой, керісіншесін алсамыз 4 деп. Мына аяқта шықты координатасы, минус 11-де 4. И потом дальше не істедім. Мына минус 11 координатасы оң жаққа квадратты алып барады. 36-ға минус 11-дің квадратты алып барады, 121 бұл. И 4-те оң жаққа квадратты алып барады, тупо. Всегда. И все, ол жақтан 170 шығады. Осындай бір логикаларын тауып аласыңдар өздерің бір 2-3 есеп шығарғаннан кейін. Основной идеясы шығару жолы осындай. Түсінікті ма? Ұлытса келе ма бұл? Жоқ, келмейді, әшейін үйретіп жатырмын, ішім пысап. Келеді ғой, келмесе үйретем бажан болады. Айтшы. Сендер бастарында қатырып келмесе. Так. Все, ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл біз енді сендер өздерің үлкен бөлімге келдіңдер. Стереометрия өтейін деп жатсыңдар. Соответственно, уже есептер қиындайды. Сендер оған морально дайын болу керексіңдер. Жарайды ма? Түсінікті ма бүгінгі тақырып барлығымызға? Есебін шығарып алыңдар, сосын барып видеосын біткен кезде жіберем, қайттан бір көресіңдер, жарай ма? Онда шыға берсеңдер болады, сау болыңдар. Сау болыңыз. Рахмет, апай, сау болыңыз, апай. Сау